Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Шын есімі Мұхаммед Ханафия. Ағартушы демократ, саяхатшы, этнограф, фольклоршы, Орталық Азия, Қазақстан мен Шығыс Түркістан халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеуші, қазіргі Сарыкөл ауданының Күнтемес ауылында атақты Аға Сұлтан Шыңғыс Уәлихановтың отбасында дүниеге келген. Шоқан Уәлиханов Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы. Оның шежіресінен Жошы хан, Барақ хан, Есім хан, Аблай хан, Уәли хан және Шыңғыс сұлтан сияқты атақты тұлғаларды көруге болады. 1847-1853 жылдары Уәлиханов Омбы қаласындағы кадет корпусында оқыды. 1853 жылы ол Сібір қазақ армиясында қызмет ете бастады. 1854-1855 жылы Шоқан Уәлиханов Гасфорттың орталық Қазақстан, Жетісу және Шығыс Қазақстан бойынша сапарына қатысты. 1856-1857 жылдары Уәлиханов Алакөлден орталық Тянь-Шаньға, Ыстықкөлге, Құлжаға дейінгі маршрутты қамтыған ауқымды экспедицияға қатысты. 1857 жылы Қырғыз еліне барған екінші сапарында қырғыз халқының Манас эпосын жазып алды. Сол жылы Петр Петрович Тянь-Шаньскийдің ұсынысы бойынша Орыс географиялық қоғамның толық мүшесі болып сайланды. Шоқан Уәлихановтың ұлы саяхаттарының бірі 1858-1859 жылдары Қашғарияға сапары болды. Шоқан Уәлиханов орыс ғылымының дамуына зор үлес қосты. Оның еңбектері неміс, ағылшын, француз тілдеріне аударылды. 1859-1861 жылдары Санкт-Петербургта тұрды. 1861 жылы денсаулығына байланысты елге оралуға мәжбүр болды.